Бәріне сәлем. Қазақстанда алғаш рет жапон панкейкін сататын қатты тәтті кафесі. Бірге барып көрейік. Панкейктің 4 түрі бар, және қазір хит болып жатқан бабл тидің 10 шақты түрі. Тапсырысымды күткенше үшін сүріп қайттым. Отыратын орын көп, адам саны да аз емес. Жапондықтардың панкейктері қандай болады? Өте дәу және жұмсақ, аударып пісіреді. Бірінші тапсырыс бергенім нутелла қосылған түрі. Бір панкейктің үстіне екіншісін қойып, нутелланы аямай жағады. Үстінен вафле үгіндісін сеуіп, жемістермен әсемдейді. Бұндай панкейктің бағасы 1690 теңге. Келесі түрі тирамису. Үстінен какао сеуіп безендіреді. Өзім фисташковый тортты жақсы көретін болғандықтан, дәмін татпай кетпейін дедім. Фисташковый крем және үгіндісін себеді. Тапсырысым дайын болды. Бабл ти менде черничный дәммен. Дәмін сипаттап кетейін. Дәмді молочный коктейль, ал ішіндегі шариктары тойымды екен. Бірақ маған осы тұрған фирменный лимонад қатты ұнады. Өткені күн ыстық және ол қатты салқын. Тәтті жақсы көретін болсаңыз, нутелла қосылған панкейкті алуға кеңес беремін. Үйге барғасын шаймен бірге жеп алдым. Ал тирамису өте жұмсақ, ауызда еріп кетеді. Және де соңғысы фисташковый. Оны қайта-қайта жей бергім келеді. Өте тойымды екен. Моти жеуге орын қалмай қалды. Келесі жолы көремін. Алматы қаласында Абай 109 ада орналасқан. Ал маған ас болсын.